Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика 6 сынып 54 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 925-тен 937-ге дейін есептерді шығарып көрсетемін. 925 тапсырма. Мына сан аралығына тиісті ең үлкен бүтін санды табыңдар. Бірінші, -8 бен 3-тің арасындағы ең үлкен бүтін сан ол бізде 3 болады. Екінші, -7 мен 0-дің арасындағы ең үлкен бүтін сан ол бізде -1 саны. Келесі, -шексіздіктен -4-ге дейінгі аралығындағы ең үлкен бүтін сан ол бізде -4 және де -1, 19 сандарының арасындағы ең үлкен бүтін сан ол бізде 19 саны болады. Келесі 926. 5-те 19 суреттей кескінделген сан аралықтарының қиылысын жазыңдар дептір. Так, бірінші бізде -15 және де -3 сан аралықтар, одан кейін -8 бен 5 сан аралықтары. Бұл жерде -3 пен -8 квадрат жақша болады, өйткені олар домалақтың іші боялған. Екінші, -8 бен плюс шексіздікке дейін және де 2-ден плюс шексіздікке дейін. Бұлар бізде қадімгі жақша қойылады, өйткені домалақтардың іші боялмаған. Ол тең болады -8-ден -3-ге дейін, яғни 2-ден плюс шексіздікке дейін екіншісі. Үшіншісі бізде -11-ден 4-ге дейін аралық, одан кейін -5-тен 10-ға дейінгі аралық. 4 пен -5 квадрат жақша болады. Ал енді қиылысу бізде -5 пен 4 болады бұл жерде. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы есептерді дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 927. Координаталық түзуді пайдаланып сан аралықтарының бірігуін табыңдар. Бірінші, -2 мен 8 және де 5 пен 11. Осы сандарды біз координата түзуіне қойып шығамыз. Бірінші -2, одан кейін 5, одан кейін 8, одан кейін 11 сандары. Бұл жерде 5, 8 сандары квадрат жақша болған үшін оларды біз домалақтың ішін бояп қоямыз. Енді бұл жерде сан аралықтың бірігу жері -12 мен 11 екен. Екеуі осы жерде бірікеді екен. Екінші, шексіздіктен -3-ге дейін, одан кейін -5-тен 4-ге дейін. Осыны координаталық түзуге жазып шығамыз. -5, -3 және де 4 сандары. Бұл жерде екеуі қашан қиылысады? шексіздіктен 4-ге дейін болған аралықта қиылысады екен. Келесі 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде дәл осылай орындалады. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Яғни ең алдымен екеуіні координаталық түзуге, сандарды координаталық түзуге жазып қоямыз. Одан кейін олардың қиылысу ортақ жерлерін табамыз. Келесі тапсырма 928. Мына сан аралықтарына тиісті ең үлкен бүтін санды және ең кіші бүтін санды жазыңдар. Бірінші, -13 және де 4, -1 және де 15 сан аралықтарына тиісті ең кіші бүтін сандар. Ең үлкен бүтін сан бізде 14 болады, ал ең кіші бүтін сан бізде -13 болады. Екінші бізде -9 бен 5 сан аралығы, одан кейін -4 бен 12 сандары берілген. Енді біз осы сандардың сан аралықтарының ең үлкен бүтін санын табуымыз қажет. Ең үлкен бүтін сан ол бізде 5, ал ең кіші бүтін сан ол бізде -4-ке тең болады. Келесі 929. Сан аралықтарының қиылысындағы бүтін сандарды жазыңдар. -6, 2 және де -3, 7 сан аралықтарында қиылысу жері. Ең алдымен осы сандарды координаталық түзуге жазып аламыз. Бірінші -6, одан кейін -3, 2, 7 сандар. Енді -6-тан 2 дейін осындай таяқша сызықпен сызып шығамыз. -3-тен 7-ге дейін сызып шығамыз. Сонда бұл жерде бізде -3 және де 2 сан аралықтары қиылысып тұр. Яғни бұл жерде -3 және де 2 болады. Бүтін сандар бізде осы екеуінің арасында жатқан бүтін сандар ол -2, -1, 0, 1, 2 сандары болады екен. Енді екінші -7, 7 және де -2, 3 сандар. Осыны координаталық түзуге жазамыз. -7, -2, 3, 7 сандарын қойып шығамыз. -7-тен 7-ге дейін сызып шығамыз. -2-ден 3-ге дейін сызамыз. Енді қай жерде қиылысып тұр? -2 мен 3. Бұл жерде де дәл солай болады екен. Келесі 930. 5-те 20 суретте кескінделген сан аралықтарының бірігуін жазыңдар. Бізге бірінші кескінге қараймыз. -14, -3, 0 және плюс шексіздікке дейін сандар берілген. Бұларды былай жазып аламыз. Ең алдымен -14-тен 0-ге дейін бізге осыны таяқшамен белгілеген. Одан кейін -3-тен плюс шексіздікке дейін.
Енді осы екеуі қай жерде бірігіп тұр. -14 пен плюс шексіздікке дейінгі сан аралықтары бірігіп тұр екен. Екінші, -10 және де 1-ге дейін, 1-ден 9-ға дейін сан аралығы. Екеуі қай жерде бірігіп тұр? -10-нан 9-ға дейін сан аралығына бірігіп тұр. Қалғандарда, яғни 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде дәл осылай орындалған. Ең алдымен екі сан аралықты тауып аламыз, одан кейін олардың біріккен жерін табуымыз қажет. Келесі 931 тапсырма. Сан аралықтар координаталық түзуде кескіндеңдер. Сан аралықтарының қиылысуын тауып, оны белгілеумен жазыңдар. Сан аралықтарының қиылысуындағы ең үлкен бүтін санды көрсетіңдер. Бірінші -8 пен 6, үшінші -5 пен 8 берілген. Түзуде кескіндейміз. Ең алдымен -8-ді, одан кейін -5, 6, 8 сандарын координаталық түзуге жазып аламыз. Енді осылай белгілеп шығамыз сан аралығына. Енді осы жерде бізде қиылысу жері -5 пен 6 болады. Өйткені 2 рет қиылысып тұр, сызықтар. Ең үлкен саны бұл жерде 6 болады. Енді екіншісі де дәл солай, -шексіздіктен 0-ге дейін, -9-дан 3-ге дейін. Оны координаталық сызыққа түзуге сызып аламыз, сандарды қойып шығамыз. Осылайша екеуінің қиылысу жерін табамыз. Ол бізде -9 бен 0 болады, ал ең үлкен сан бұл жерде 0 саны болады екен. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырма. Сан аралықтардың координаталық түзуде кескіндеңдер. Сан аралықтарының бірігуін тауып, оны белгілеумен жазыңдар. Сан аралықтарының бірігуінің ең кіші бүтін санды көрсетіңдер. Алдыңғы тапсырма сияқты, бұл жерде сан аралықтарын координаталық түзуге жазып белгілеп аламыз. Бірінші -8 пен 2, одан кейін 1 мен 9. Түзуге салған кезде бірінші -8, 1, 2, 9 сандар жазылады. -8-ден 2-ге дейін белгілеп шығамыз, 1-ден 9-ға дейін белгілеп шығамыз. Енді екеуінің қиылысқан жері бізде 1 мен 2 болады екен. Ал бұл жерде ең кіші бүтін сан бізде -8-ге тең болады екен. Кешірім сұраймын, бұл жерде аралықтарының бірігуі бұл жерде -8 пен 9 сандардың арасы болады екен. Осылайша 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде дәл осылай орындалған. Ең алдымен координаталық сызық түзуге сандарды қойып шығамыз, аралықтардың бірігуін табамыз, одан кейін ең кіші бүтін санды тауып жазып қоямыз.